Осымен жұмыс бітті. Видеоға лайк басып кетіңіздер. Мен үйретуден жалықпаймын. Керек нәрселер болса, комментарий жазып, сұрап қойсаңыздар болады. Бүгінгі жұмыс мынандай автомат тұратын шит. Вико деген фирманыкі 8 автомат сияды ішіне. Соны мына жерге орнатамын. Соны көрсетемін қалай істейтінімді. Енді әр жұмыстың өз маманы істеген дұрыс, бірақ кез келген адам үйреніп алғанда дұрыс та. Бірінші мына жерге орнын сызып аласың. Соны орнын сызып, штравить етіп, одан кейін мынандай ротпамен қатырып қойдым. И сымдарды кететін төбесінде штравить етіп қойдым. Мына бізден счетчиктен келетін. Бұлай кіреді да, мына жерде автоматқа жалғанады. От секіліп қоям, одан кейінгісінде 25-тік, жаңағы плитаға 16-лық деген сияқты нерге 8-ін қойып шығамын. Біткеннен кейін осылай көрінеді. Мына жерде кішкене зазормен қойдым. Болар болмас. Зазорды көрсетем енді қалай қойғанымды. Бетіне шпатель қойдым. Мына кішкене бір миллиметр есептегенде бір 2-3 миллиметр шығар. Мына жерге глад бір нәрсе жабылғаннан кейін сол тегістеліп жабылады. И бетіндегі крышкасы да плотно отыратын болады. Енді монтаж жұмыстарын істеп біттім. Мына жерде распред болады. Ол мынау екінші сым. 3-ке 2,5. Ол мына бірінші тұрғаны газ плитаныңкі 3-ке 4. Мына потолоктың төбесімен жүргіздім бұлайнан. Мына сымдардың бәрін мынандай монолитке мынандай хомутпен тартып қойдым. 6-лық бормен тесіп, одан кейін мынандай. Так, мынау жақсы зат. 3-ке 2,5-ға, одан кейін 3-ке 1,5-ға да сияды. Бұл дюбель хомут деп айтады. Кез келген жерді тесіп, одан кейін мына осылайнан хомутты қатырып қоясың ғой. Так, одан кейін мынау счетчиктен келетін сым. Мынау бұрыштан мына жерге дейін 25 сантиметр. Осылайнан келеді. Мына жерден кіргіземін да. Сымды әдемілеп орнына қойдым. Мына жерін сразу ашып дайындап қойдым. Ротпан дайын. Енді бұл жерде ешкім видео түсіретін ешкім жоқ мен қасымда. Штативта жоқ қойып қоя салатын. Өшіріп түсіремін. Сымдардың басына лампочка қойдым уақытша. Қазір ремонт жүретін кезде мынау жарық керек, сол үшін. Енді мынау дайын болған сияқты. Толық қатқанша мынаны тиіспеген дұрыс. Мынаны былай ашам деп қимылдатқан сайын мына жер босап кетеді. Мен әдісті осылай шығарып алдым. Так, біздің сымның размері 3-те 2,5. 3 дегенім 3, 2,5 деген мына толщинасы. Бұл жерде 3 түрлі цвет болады. Біреу заземление, мына көк всегда 0 болады. Мына жерде ақ болады, қоңыр болады, немесе қызыл болады, ол фаза болады. Бүгін екінші күн. Мына жерге автоматтарды қоя бастадым. Мына жерде бізде главныйдан келетін, счетчиктен келетін деп айтайын. Біреу қара, біреу қоңыр болып келді. Мына автоматтың жоғары жағына жалап қойдым. Мына фаза 0. Мына, например, автоматты қостың. Фазаны енді жалғайым. 0-ді көрсетейін. Мына 0 көкпен белгіленіп тұр. Жерге жалғайсың. Одан кейін үйден келген сымдардың бәрін көгін осы жерге жалап шығамыз. Одан кейін мына жерде заземление келді. Жерге жалғанды. Одан кейін жаңағы бізде всегда сары мен жасыл заземление болады. Мынаның бәрін цветпен цвет жалғап қоямыз. Тура мынау сияқты. Енді фаза қалды ғой бізде. Фазаны мына жерден келді. Шығады да бүйтіп. Мен әр автоматтың төбесінен қойып шығамын. Қойып шығамын деген мынау
қазір мына автоматтың жоғары жағынан саламын да қатырамын. И одан кейін мына басын нерге келіп жалғай саламын. Енді осы жерде тағы бір нәрсе айтып кетейін. Бұған да арнайы мынандай зат бар. Бұны да қойып шығуға болады. Кім қалай қалайды, солай ғой. Бұны да қоюға болады. Жаңағыдай сымды қойса да болады. Осы жерден бір пайдалы ақпарат айта кетейін. Мына жерде мынау сым қазір фазаға жалғанады ғой. Одан кейін мына автоматтардың бәрінің басына кетті. Значит, осы жерде автоматтардың бәрінде тоқ бар деген сөз. Мына қоссам, үйде де тоқ болады. Енді осы жерде, мына жерде біреулердің жұмыстарын байқаймын. Мынандай жіңішке сым қойып қояды. Например, 2,5-дық қойып қояды да, одан кейін жалғап қояды. Үйге кеткен сымға 4-тік жалғап қояды бір кезде, жаңа газ печкаға бір нәрсеге. Енді бұл жерде үйге кеткенге не пайда? Егерде мына жерде главный кегеннің арасында мына жерде 2,5-дық сым тұрса, ең үлкен нагрузканы осы жерден алмай ма? Үлкен нагрузка, одан кейін мына жерде қалың сым үйге кетті. Осы жерден қалыңдау сым қою керек та. Например, мына жерге 2,6-лық не келген ғой бізге счетчиктен. Мына перемешкаға 4-тік сым жібердім мен. Мен 4-тік жібердім. Одан кейін мына жерге пешкеге кеткен 4-тік, қалғандардың бәрі 2,5-дық. Енді бұл нормальный болады. Одан кейін мына жерде де байқап тұрсыңдар. Мен білмеймін неге екенін, мынандай запастарды жақсы көрем. Сымдарды мына жерден келгенде прямой жалғай салып, кішкене кесіп жалғай салмаймын да. Кішкене біз запаспен аламын. Запасын кішкене орай саламын да, мына жерден бүйтіп әкелемін да, бүйтіп орап қоямын. Мүмкін келешекте біреу мына жерде ремонттаймын деп үзіп алып мысалы да. Енді кесетін болса қысқарып келеді, жетпей қалады. Бұл жерде запас керек нәрсе. Ешкімге мешет етпейді, тұра береді. Мына сарыда да запастар бар. Счетчикті қостым. Енді мына жақта главныйды қосам. Одан кейін мынаны жалғаған жоқпын. Бұл 4-ші размердікі. Анау газ плитаға кететін. Соны жалғаған жоқпын. Одан кейін мыналарды жалғаған жоқпын. Мынау кондиционерге баратын. Одан кейін тағы бір. Ана бос тұрған. Ертең анау мастерлер тоғыр өліп қалмасын, кейін жалғай салады. Енді бізде мына екіншісі тұрғаны, бізде осы жердегі распред. Қосамыз распредтен. Мен мына жерден былайынан жалғап бердім, чтобы ертең мастерлер тоқты осы жерден ала беретін. Тексеріп көреміз. Тоқ бар. Так, 3-шісін жалғаған жоқ, 4-ші жалғаған жоқпын. Одан кейін мынаны екеуін қосатын болсам, мына 2 сым, 2 лампочка. Жеке өшірем. Анау келесі мастерлеріне жерге распред қойып, қалған өздері жалғап алар. Осымен жұмыс бітті. Видеоға лайк басып кетіңіздер. Мен үйретуден жалықпаймын. Керек нәрселер болса, комментарий жазып, сұрап қойсаңыздар болады.